Барлықтарыңа сәлем достар, менің есімім Азамат Хандәулетұлы. Мен жалпы медицина факультетінің студенті боламын. Бүгінгі лекциямыздың тақырыбы бүйрек, латынша рен деп аталады. Яғни бүйрек бізде жұп орган. Бүйректің біздің ағзамызда атқаратын рөлі өте жоғары десек болады, себебі оның функциялары экскреторлық функцияларын ажыратсақ болады. Регуляторлық функциялары, яғни қышқыл сілті тепе-теңдігін реттеу, қан қысымы мен су тұз алмасуын реттеу, артық өнімдер мен токсиндерді ағзадан шығарып тастау. Сонымен қоса гомеостатикалық ағзаның ішкі тұрақтылығын қамту секілді функцияларын, эндокриндік функцияларын, яғни сүйек кемігіндегі эритроциттердің өндірілуін ынталандыратын эритропоэтинді өндіреді. Мынау қан қысымын реттеуге қатысатын ренин гормонын өндіреді. Және кальцитриол, D3 витаминінің өндірілуіне де қатысады. Енді анатомиялық тұрғыдан бізде құрылысына тоқталатын болсақ, бүйректің өлшемдері, яғни жоғарғы және мына жерде көріп тұрғанымыздай, жоғарғы және төменгі полюстерін қосқан кезде ұзындығы 10-12 см шығады екен. Ал ені, яғни мына хилум реналистен сыртына қарай, марго латералисте бізде 6 см шамамен. Ал қалыңдығы дегеніміз бұл алдынан артына қарағандағы, яғни 3-4 см құрайды. Және әр бүйректің салмағы орташа есеппен 120 граммды құрайды десек болады. Бүйректің беттеріне келетін болсақ, бұл бізде фацис антериорды және фацис постериорды. Фацис антериор өзіміз суреттен көріп тұрғандай, яғни шығыңқы болып келеді, ал артқы беті фацис постериор негізінен тегіс болып табылады. Келесіде бізде бүйректі толық қарастыратын болсақ, оның жоғарғы ұшын және төменгі ұшын, яғни экстремитас superior және экстремитас inferior қарастырамыз. Және латеральды жиегі марго латералис, марго медиалис медиаль жиегі, және медиальды жиегі ішке қарай ене келе бізде хилум реналиен құрайды. Хилум реналий бұл бүйрек қақпасы. Бүйрек қақпасы ары қарай бізде бүйрек қойнауына жалғасады, яғни синус реналис бүйрек қойнауында көріп тұрғанымыздай қандай ағзалар бар десек, үлкен және кіші тостағаншаларды ажыратамыз. Бүйрек түбегі, вена реналис, артерия реналис, лимфа тамырлары, нервтар болады. Соның ішінде бүйрекке кіретіндері бізде артерия реналис пен нерв кіреді. Ал қалдық заттарды бізде мынау көріп тұрған несеп ағар алып кетеді, вена реналис алып кетеді және лимфа тамырлары. Келесі кезекте бүйректің қабықтары, бүйрек бізде жоғарыдан алғанда кесіндісі берілген, жоғарыдан қарағандағы, яғни бүйректің өзін қоршай орналасқан капсуласы бұл фиброзды қабық деп аталады. Міне, бүйрекке жабысып, оны біз қанша ажыратып алсақ та сылынып алмайды. Келесі ол бүйректің өзіндегі фиброзды қабық пен мынау бүйрек жаңағы майлы қабық капсула адипозаның соның арасында орналасқан бізде корпус адипозум деп аталады. Корпус адипозумнан кейін корпус адипозум параренали, яғни майлы денесі орналасады. Ең сыртқы қабатында осы майлы денелерді қоршап жатқан бізде бүйректің өзіндік екі фасциясы жапырақшаларын айта аламыз, яғни алдыңғы және артқы жапырақшалары. Бізде мынау алдыңғы жапырақшалары көріп тұрмыз. Мына жерден вена кава инфериор, аортаның алдыңғы бөлігіне өтіп жатыр, ал артқы жағында бұлар келіп омыртқа қарай бекиді. Бірақ мына мускулус квадратус ломборум, яғни белдің шаршы бұлшықеті мен белдің үлкен бұлшықеті мускулус псовас майердің қоршап өтіп омыртқаның екі жиегіне келіп бекиді. Бұл алдыңғы және артқы жапырақшалар жайлы. Келесі бүйректің топографиясы әсіресе медуниверлерде ең көп сұралатын нәрсе деп ойлаймын, яғни галатопия, скелетотопия, ол ешқашанда қалмайды. Яғни галатопия бізде жалпы бүйректің орналасуын айта аламыз. Ол қай жерде, қандай аймақта орналасқан. Бүйрек бізде, яғни құрсақ қуысына артқы қабырғасында ретроперитониалды орналасқан, яғни ішастар артқы кеңістікте орналасқан деп айтсақ болады. Және бел аймағында, омыртқа жанында орналасқан, жаңа айтып кеттім. Келесі скелетотопиясын көріп отыратын болсақ, бұл жерде оң және сол жақ бүйректерді ажыратамыз. Оң бүйрек бізде сол бүйректен қарағанда сәл төмен орналасады. Қарап отырсақ, міне сол бүйрек сәл жоғары.
бір қабырғаға, өйткені мына жерде 11-ші қабырға. Екеуін салыстыратын болсақ, 12-ші қабырға сол бүйректі дәл ортасынан бөледі. Ал оң бүйректі ол жоғарғы 3-тен 1 бөлігін ғана бөледі. Осыдан байқауымызға болады, яғни оң бүйрек төмен орналасқандығын. Ал омыртқаға қатынасын айтып кететін болсақ, оң бүйрек 1-ші, 3-ші бел омыртқасында, ал сол бүйрек 12-ші кеудеден басталып 2-ші бел омыртқасына дейін, яғни бір омыртқа жоғары орналасқан болып табылады. Мына жерде бізде яғни әртүрлі түстермен көрсетілген бүйрек жастықшасы деген болады. Яғни бүйрек жастықшасы деген не? Жаңағы бүйрек ретроперитониалды орналасқандықтан іш астары артында ол бұлшықеттерге жанасып тұрады. Оған арнайы бір жастықша бар арт жағында. Яғни ол бізде мускулус трансверсус абдоминистің іштің көлденең бұлшықетінің апоневрозы және белдің шаршы бұлшықеті, белдің үлкен бұлшықеттері. Осы үшеуі бізде арт жағынан жауып жатады. Және де төбе жағынан да жауып жататын болып табылады. Яғни оны мына суретте нақты көрсек болады. Латеральды жағынан мускулус псоас майер, ортасынан міне мускулус квадратус lumborum, шет жағынан мускулус трансверсус абдоминис міне. Және ең жоғары жағында көкет жауып жатады. Алдыңғы суретте міне. Мына жағын область диафрагма, яғни көкет жауып жататын болады жоғары жағынан. Бұл бүйрек жастықшасы жайлы. Келесі синтопиясы көрші ағзалармен қалай байланысқандығы жайлы. Екі бүйрек екі түрлі орналасқан, яғни оң жақта бауыр бар деген секілді, бірақ екі бүйректің де жоғарғы жағында көріп отқанымызда бүйрексті без орналасқан. Яғни сіздерден сұраса, жоғарғы полюсінде бүйрексті без деп айтасыздар екі бүйректің де. Оң жақ бүйректі айтатын болсақ, бірінші кезекте ол жоғары жағында бүйрексті безі, алдыңғы беті, басын бетінде бауыр, жоғарғы латеральда, және медиалды жағынан 12 елішектің төмендеген бөлігі, ал төменгі жағынан бізде мына жерде тоқішек, яғни тоқішектің бөлігі жиекшек. Жиекшектің жоғарылаған бөлігі көлденең бөлігіне өткен кезде бізде оң жақ иіні түзіледі, флексура. Сол флексура жауып жататын болып табылады. Енді сол жақ бүйрекке келетін болсақ, сол жақ бүйрек сәл өзгеше. Яғни жоғарғы жағы асқазанмен жабылады, одан жоғарғы латеральды жағы, ортаңғы жағы, жоғарғы латеральды ортаңғы жақтары бізде көкбауырмен жабылады, ортаңғы медиалды жақтары ұйқы безімен жабылады, ал төменгі жақтары жаңағы көлденең бөліктің төмендеген жиекшекке өтетін жағы флексура полисинистрамен жабылады, және аш шектің бізде ілмектері бар, сумен жабылады. Медиалды жақ, латералды жағы мына иінмен жабылады. Келесі ең керекті ол бүйректің ішкі құрылысы. Бүйректің ішкі құрылысында бізде жаңа айтып кеттік, бүйрек қойнауы бар, бүйрек қақпасынан жалғасатын. Бүйрек қойнауында бірнеше өзі құрылымдарды кездестіреміз, яғни калицис реналис майорис, калицис реналис минористі. Калицис реналис минорис бізде калицис майориске, яғни үлкен тостағаншаға жалғасады. Бұл жерде сонымен қоса қан тамырлары кіретін артерия реналисті ажыратамыз, вена реналисті ажыратамыз, және шығатын лимфа тамырларын, және жаңа айтып кеткен жүйкелер де кіретін болып табылады. Паренхимасы бізде мына сыртқы кортекс реналистен тұрады, ал ішкі жағында медула реналис бізде пирамида сияқты болады. Шамамен орташа 12-20-ның арасында пирамидалар. Бүйректің қанмен қамтамасыз етілуі міне. Бастапқыда бізде артерия реналис, құрсақ қолқасынан тікелей артерия реналистер шығады, екі артерия реналис, екі жаққа, оң және сол жақ бүйрекке қарай. Олар өз кезегінде алдыңғы және артқы тармақтағы рамус антериор артерия реналис, рамус постериор артерия реналиске тармақталады. Артериолаға айналады, яғни артериола сегменталис, антериорис супериор, антериорис постериорға. Олар өз кезегінде артериола интерлабарис рениске, яғни үлес аралық артерияларға міне көріп отырмыз. Әр үлес аралық артерия бізде жаңағы медула рениске бағытталады. Медула ренистен кейін олар қыртысты затпен пирамидаларды қоршай отырып, артериола аркуата арқылы қыртысты затқа дейін жетеді, ұшына дейін әкелуші артериолаға жалғасады. Әкелуші артериола бізде жаңағы нефронды көретін боламыз. Келесі суретте шамамен әр бүйректе 1 миллион
нефрон болады. Нефрон дегеніміз ол бүйректің құрылымдық қызметтік бірлігі. Дәл сол жерде бізде фильтрация, реабсорбция, секреция сияқты процесстер жүреді. Ал осы нефронға алып келетін бізде ваз афференс деп аталады, немесе артериола гломерулярис афференс. Гломерулус реналис бүйрек шумағына жатамыз, және артериола гломерулярис эфференс алып кетеді. Және осы нефронды толығымен қоршап жататын торды реті капиллярия перитубулярия деп атаймыз. Біз енді нақты айтқанда артерия реналис, одан артериола сегменталис, артериола интерлабарис, артериола аркуата доғаралық, артериола интерлабуларис, афференс артериола, гломерулус эфференс артериола капиллярлық тордан өтеді де, одан кейін уже венаға кетеді. Қалдықтарды вена алып кетеді. Вена стелата, яғни жұлдызды, яғни венула интерлабуларис, венула аркуата, венула интерлабарис, одан кейін венаға кетеді. Вена реналис, өз кезегінде вена кава инфериор. Вена кава инфериор жүрекке барып құяды. Келесі бүйректің сегменттері 5 сегментке бөлінеді. Бұны да білуіміз қажет. Бұл жоғарғы сегмент, сегментум superius әр бүйректің. Және сегментум posterior мен сегментум anteriorда ажыратамыз. Сегментум anteriorдың өзі anterius superior, anterius inferior. Сегментум inferius өз кезегінде бөлек. Яғни 5 сегмент ажыратып қараймыз. Келесі бізде жаңа айтып кеткен нефрон. Әр бүйректе 1 миллион болады дедік. Яғни ваз эфференс бізде алып келеді қанды. Жаңағы почечная вена, почечная артерия, ваз эфференс. Одан кейін ваз афференс алып келіп, бүйрек шумағына, капиллярлық шумаққа барып құяды. Гломерулус корпускулю реналис. Одан ортасындағы мынау шумлянский баумен капсуласы, шумлянский баумен капсуласынан кетіп, бізде эфферент артериолаға жалғасады міне. Тағы айта кететін нәрсе, ваз афференс, яғни афферент артериола, эфферент артериолаға қарағанда жуан болып келеді. Бұл жерде де бізде шумлянский баумен капсуласы париеталды жапырақшасы және висцералды жапырақшалардан тұрады. Және келесі айтып кететін нәрсе, шумлянский баумен капсуласынан кейін проксималды ирек өзекшеге, проксималды түзу өзекшеге жалғасады. Проксималды түзу өзекше бізде генли ілмегіне, яғни немесе анса нефрони жоғарылап дисталды түзу өзекше, дисталды ирек өзекшеге жалғасады. Мына жерде жинақтағыш түтікшелер болады. Жинақтағыш түтікшелер бізде көптеген нефрондардан бір уақытта, яғни зәрді жинап алынады. Ол жинақтағыш түтікшелер келіп, дуктулу папиллярис беллиниге ашылады. Дуктулу папиллярис беллини емізікше тәрізді форамина папилляраға. Форамина папилляра бізде торлы аймақ болады, ария криброза соған ашылады. Және бұл құрылым бізде мийлық затында орналасады, пирамидада. Юкстра медулярлы нефрондар деп атасақ болады. Бұның 20%-ын, ақыртысты нефрондар бізде көбіне 80%-ын құрайды. Келесі форникалды аппарат. Форникалды аппарат не үшін қажет? Яғни бүйректе түзілген зәрді кіші тостағаншаларға жаңағы калицис минориске қарай құяды. Калицис минористен калицис майориске, одан түбекке кетеді пельвис ренис. Пельвис ренистен кейін несеп ағарға кететін болып табылады. Дәл осы форникалды аппарат, мынау бізде пирамида, лайннан кеткен пирамида, ария криброза мына жерлерде. Бірнеше осыған ашылатын бүртікшелерді көреміз. Енді бұл қалай жұмыс атқарады? Бұл дәл диастола, систола механизммен жұмыс атқарады. Яғни диастола оны ашатын зәрдің шығуын қамтамасыз ететін мускулус леватор форницис және мускулус лонгитудиналис калицис деп аталады. Жетінші мускулус леватор форницис және мускулус лонгитудиналис калицис. Ал керісінше бізде систола оларды қысып зәрдің жиналуын қамтамасыз ететін бұл мускулус сфинктер форницис, мускулус спиралис калицис. Яғни бұл жерде 8 санымен көрсетілген және 10 санымен көрсетілген. Осы жерден байқасақ болады. Егер де видео ұнаған болса, достарыңызбен тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Келесі кездескенше сәттілік.